жақсы нәтиже болды біз үшін. Екінші жолдамамен өтіп, сондай бір қуандық. Және халықтың қолдауының арқасында осы тікелей эфирде өтеміз. Все, кетті. Бізді бірден бір үлкен сахнаға қаладан шыға салған деп ойлайды. Бірақ қарапайым өмірді көрген, жоқшылықты көрген, ауыр кезеңдерден өткен балдарымыз шынымен де. Бір әкеміздің ғана айлығына қарап отырып, әкеміз ол кезде көмір тасып жүретін сондай бір жұмыстар жасаған болатын. Ол кезде өте қиын болды расымен. Не тамаққа жетпейді, не бізге киім алуға жетпейді. Біздің жүріс-тұрысымыз, жарыстарымыз баратын. Суық күндерді да көрдік. Үйде пеш отын алмай, пеш дұрыс үйге жаңағыдай жылу бермей, суық төсекте жатып, солай оянған кезеңдер болды, оны жасыратын түгі да жоқ. Мен андай не қылып тұрмын кәе. Және осы мүмкіндікті пайдалана отыра, мен сол кісілердің алдарында расымен басы иіп рахметімді айтамын. Ауылдан шыққан азаматша, меніңше біз айтып жатқан сөзімізді түсінеді деп ойлаймын. Біздің мақсат ауылдың жігіттері, ауылдың балалары осындай үлкен сахнада өнер көрсете алатынын дәлелдеу. Ауылды адамдарға осы уақытқа дейін мүмкін шыға алмай жүрген жастарға, өздерінің күштеріне сенбей жүрген жастарға біз дәлел болғымыз келеді. Біз қандай сахнаны бағындырсақ та, қандай біз телевизиялық шоуларда әлемдік деңгейге шығып жатсақ та, біз ешқашан қай жақтан шыққанымызды ұмытпаймыз. Бізге дауыс беріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз қажет. Туған жер айналдым сенен, бұлырым тауларым менен. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетінен. Туған жерім бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетінен. Туған жерім айналайын, айналайын, аспанымда ай болайын, айналайын, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетінен. Туған жерім шіркін келе Браво, дуэта! Браво, браво! Бүгінгі кештің әдемі нүктесі қойылған сияқты. Төлеген аға, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы
мына екі ағайынды жігіттің әлгіндегі айтқандарын естіп отырып, мен өзімнің өмірімді қысқа ғана шолдым. Ауылда өстік. Бағана айттым, әкем ерте кетті. Сол таңғы шайға отырғанда анамның бізге бір қанттан берген басқа ештеңесі болмады. Жылап жіберді. Біз отырмыз, менің қарындасым, мен 13-те, мен қарындасым 8-де, інім 5-те. Жейтін тамағы жоқты. Соның осында қиын заманнан өткеннен кейін, мысалы, мына жігіттер осында қиын заманнан өткен екен айтып отыр әлгінде. Сондықтан болу керек, бұлардың шын айтқанда мінезі бар, жігерлігі бар, құштарлығы бар өмірге деген, бірдемеге жетем деген. Мен есіммен кетпейді, бала кезімізде кішкене заман басқа болды ғой. Менен қида талант балалар болды біздің ауылымызда. Болмай қалды. Сұраныс болмады. Мына біздің Қазақстанда осы жобамыз, как раз сұраныс бар. Әрбір адам осы біздің жобаға келіп қатысуына болады, есігі ашық. Сондықтан міне осы екеуінің міне тірлігі осы мега жобаға келіп қатысып, не бүгінгі күні жұлдыз болайын деп отыр. Керемет екеуі дуэт ағайынды. Сондықтан мен тамсанып тыңдадым, ерекше бір сезім алдым. Құтты болсын, арғарай жол болсын. Әумин. Айтқаныңыз Рахмет. Қуандықжан. Расымен де Төлеген ағадан енді асып бірден айту қиын бұл жерде. Бұл жігіттер осы уақытқа дейін ешқашан сүрініп көрмеген, жаман пікір естіп көрмеген осы бағдарламада өнерпаздардың бірі әрі бірегейі. Біз әрдайым қашанда жақсы сөз айтамыз, мақтаймыз деген сияқты. Дегенмен де сол мақтауға семіріп кетпей, қашанда сахнаның сыртында жүрсең қобалжып жүргендерін жасырмайды, сахнаға бірінші шығатын сияқты болып жүреді өздері қобалжып. Сондықтан да сол қасиеттерің үшін сендерге үлкен рахмет. Және де біздің елімізде ағайынды дуэттер өте аз ғой, солардың алдағы уақытта Құдай қаласа бір сара жолын сендер осыдан бастап саласыңдар деп ойлаймын. Бұйыртса, және де көптеген талантты отбасылар бар. Бізде үйде 4 ағайындымыз, соның 3-еуіміз ән айтамыз. Бізде бұндай ешқашан ой болмапты, дуэтпен трио болып отбасынан сахнаға шығу деген сияқты. Бір андай қысылатынбыз бір-біріміз, тіпті бір-біріміз конкурсқа барған кезде, біреуіміз қатысатын конкурста екіншіміз бармайтығымыз. Өйткені ол ұялады да, сен отырмай-ақ қойшы, мен өзім барып берейінші деген сияқты. Өйткені ол ертең жеңбей қалса, келесі турға өтпей қалса, қобалжиды деген сияқты. Сондықтан да жігіттерге сәттілік, осы сара жолды ары қарай салып жүре беріңіздер. Әмин. Бәрекелді. Көп рахмет пікірлеріңізге. Жанар. Енді қысқа да нұсқа айтып кетейін. Бүгінгі кешіміз жұмақ мекенмен басталып, туған жермен бітіп жатыр, аяқталып жатыр. Тағы да мерекеміз құтты болсын. Енді бұл жерде дуэт бро әрқашанда, білмеймін, менің көңілімнен әрқашанда шығады. Шынымен де бұл жігіттер тек ән салмайды, олар шынымен де сахнада өмір сүреді. Өнерге деген құштарлығы, өнерге деген махаббаттары бірден сезіледі, естіледі, білінеді. Өздерінің жолдарын тапқан өнерпаздар. Сондықтан да тек сәттілік. Бәрекелді, сәттілік. Маржан? Мен жігіттерге қарасам, сондай бір көңілсіз тұрда неге? Барлығы тамаша, күліңіздер. Күлкілеріңіз қайда? Жігіттер, әдемісіңдер, ағайындылар, қаншама мақтау сөздер айтып жатыр. Қаншама деген халық, ел, жұрт сіздерге дауыс беріп жатыр. Комментарийлар ылғи да кіріп міндетті түрде мен оқып шығам. Кім не деп айтады екен, мен балаларым туралы, қандай пікір білдіріп жатыр екен дегендей. Маған ылғи да ол қызық. Солардың ішінде жаңағы өте жиі жазып жатады, әсіресе қыз балалары. Дуэт про алға, біз сендерге дауыс береміз деген жаңағы жап-жас қыздар, сіздердің жаңағы жанкүйерлеріңіз дегендей. Сол себепті енді әрине бұл жерде әдемі аяқталу, нүктесін қою сәті болып тұр. Ондай болса дәл осы сәтте әрине біздің жобадағы жалғыз ғана дуэттер көп еді, өкінішке орай ма, қуанышқа орай ма. Бір ғана дуэт бар. Ағайынды осы дуэт проға дауыс беріңіздер. Түрі десен түрі бар, тәрбиесі бар,
Өте. таланттары бар, екі дауыста, Керемет. ешқандай жаңылмай, жаңылыспай, бір-бірін сыйлап, тыңдап, әдемі, сондай әдемі бір елімізге деген махаббатын білдіретін сондай туған жер әнін ұсынып жатыр, орындап жатыр. Бұдан кейін қалай қолдамайсыздар? Қалай дауыс бермейсіздер? Бәрекелді, көп рахмет. Көп рахмет пікірлеріңізге. Ал қымбатты көрермен, барлық өнерпаздар өз өнерін көрсетті. Біздің Бро дуэтінің өнері көңілдеріңізден шықса, тікелей эфир соңында сәлден соң дауыс ашылады, ресми түрде дауыс беріп ашылады. Дауыс берейік. Берейік. Қалаған қатысушыларыңызға.